Ұлы отан соғысы біздің тарихымызда ерекше орын алатын, халқымыздың рухын сынға түсірген, ұрпақтан ұрпаққа ауысатын батырлық пен ерліктің символы. 80 жыл бұрын 1941 жылы адамзат тарихындағы ең қанды да ауыр кезеңдердің бірі басталды. Кеңес одағының әрбір азаматы үшін бұл соғыс тек әскери майданда емес, сонымен қатар ұлттың амандығы мен болашағы үшін күреске айналды. Жан қиярлық ерлікпен қарсы тұрған әрбір жауынгер соғыс алаңында өз өмірін құрбан етіп, отанды қорғаған адамдар тарихта алтын әріптермен жазылуы тиіс. Осы орайда Жеңіс алауы жобасы бойынша Ұлы отан соғысының ардагері Олжатаев Бек Олжатайұлы жайында болмақ. Мен Олжатай Қайырбек Бекұлы, әкем Олжатаев Бек Олжатайұлы 1919 жылы Отырар ауданы Қарамұрыс станциясында дүниеге келген. 1939 жылы күз айында Арыс қалалық әскери комиссариатынан әскерге шақырылады. 1941 жылы Ұлы отан соғысы басталып кетіп, сол әскерде қалып кетеді. Бүйтіп 1941-43 жылдары Украина елінде партизан отрядында қызмет атқарады. 1943 жылы желтоқсан айында ауыр жарадар болып, әскер қатарынан шығып қалады. 1943-46 жылдары Украина жерінде емделіп, 1946 жылы күз айында елге оралады. 46 жылдан бастап 82-83 жылдарға дейін осы Отырар ауданының Шамшығалтаяқ ауылында түрлі шаруашылықта түрлі қызметтер атқарады. Әкеміз соғыс киноларын көруді қаламайтын еді. Әр уақытта осы елде тыныштық, соғыс болмасын деп тілейтін еді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Бұл соғыстың әрбір батырлығы, әрбір қан төгісі біздің ұрпағымызға үлкен сабақ, елдігіміз бен ынтымағымыздың қадірін түсінуге жол ашады. Бүгін Ұлы отан соғысының 80 жылдығында біз ата-бабаларымыздың жауынгерлік ерлігіне, батырлықтарына тағзым етіп, олардың көрсеткен батылдығы мен қайсарлығы үшін мақтан тұтамыз.